Бәлкім үйде, әлде сыртта жүрсеңіз, бізді тыңда, көлікке мінсеңіз, әр күн сайын шалқар кеші көңілді, тек қазақша үн қатамыз білсеңіз. Тілегеніңіз демей-ақ табылар, бізге құлақ түрсеңіз. Эфирде шалқар кеші көңілді. Ассалаумағалейкум ардақтағы ағайын, қадірлі радио тыңдаушылар. Шалқар ұлттық радиосында шалқар кеші көңілді бағдарламасы басталды. Микрофон алдында талант Арғынғали және әріптесім Гүлмира Нәлібай. Ал бағдарламаның дыбысын қадағалайтын бүгінгі бағдарламаны сіздер Facebook әлеуметтік желісі арқылы да тамашалайсыздар. Сондықтан саунд операторларымызды айта кетейік. Ерхат Қуанышұлы, Татьяна Журко, Ербол Қасенов, Советхан Мирханұлы. Баршаңызға кеш жарық қазақ елі армысыздар. Мінекей қасиетті жұмадағы тілек дұға ниеттерімізді айтып, әдемі кешке де ауысқан жайымыз бар. Ендеше кештеріңіз көңілді болсын дейміз. Ал шалқар кеші көңілді бағдарламасы әдеттегідей сыйлы қонақтармен сұхбатты жалғастырады. Адам жанын әсем ән, әуезді күй жадыратады. Мұңлы жанарға шынайы шабыт қана шаттық сыйлайды. Бүгін шалқар радиосында ендеше зағип жандардың жүрегін тербеген сезімдер төгіліп, тыңдарманның көңілін қуанышқа кенелтеді. Ендеше қарашығын қараңғылық тұмшалаған жандар, бірақ олар өте керемет талантты жандар, өнерге, өмірге ғашық жандар. Талдықорған қаласынан келіп отырған Алғысбек Дәуен және Текелі қаласынан келіп отырған талантты өнерпаз Нұрдана Арғын. Сондай-ақ осы керемет екі жігітті біздің бүгін бағдарламамызға келіп, осы топпен жұмыс жасап жатқан музыкалық продюсер Ершат Болатұлы. Қош келдіңіздер жігіттер. Нұрдана, Дәуен, Ершат, қалайсыздар? Ершат, көңіл күйіміз жақсы ғой? Өте жақсы. Сіздерді Алматыға шақырып алып, ойымдадым ғой. Жол көктайғақ, боран шығар, суық шығар деп. Аман-есен жеттік бе? Шүкір Аллаға, шүкір аман-есен жеттік. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Жігіттер, өнерлеріңізбен бүгін барша шалқар радиосының тыңдаушыларын тамсандырасыздар деп ойлаймыз. Ендеше жігіттер бірден әдемі әнге кезек берейік. Одан кейін біздің тыңдаушыларымыз қоятын сауалдары болса 8-700-390-2282 WhatsApp нөміріне жолдай жатар. Немесе тікелей толқынға қосылып 390-2282, 390-2281. Алматы қаласының коды 8727. Оны біздің тыңдаушыларымыз жақсы біледі. Қазір енді жігіттердің өнерін тамашалап алайық. Одан кейін осы өнерге қадам басқан сәттен бастап бүгінгі күнге дейінгі әдемі кезеңдерді сұхбат қылып елге паш етеміз деген ойдамыз. Бәрекелді, рахмет. Олай болса микрофонды жақсы көтеріп жіберейік. Ең бірінші біз күймен бастайық. Иә. Нұрғиса Тілендиевтің күйі, Темірбектің төкпесі. Қаламыз. Бәрекелді. Қадірлі тыңдаушылар, шалқар радиосына қосылыңыздар. Мүмкіндігінше радиодан тыңдаған әсерлік, бірақ дәл қазіргі сәтте Гүлмира Нәлібайдың Instagram парақшасы қосулы және шалқар радиосының Facebook парақшасы қосулы. Тікелей толқында бүгінгі өнерпаздарымызды тамашалай аласыздар. Ал кеттік.
Ай шіркін-ай, Арғын Нұрдана, Дәуен Алғысбек. Бүгін Шалқар кеші көңілді бағдарламасында қонақта. Бәрекелді, әлеуметтік желілерден өнерін тамашалап жүрген жігіттердің дәл қазір жанымызда отырып, керемет күмбірлеген күйді ойнап, көңілімізді көтерген ай талант. Иә, біздің Шалқар радиосының 8700-390-2282 WhatsApp нөміріне хаттар келіп бастап жатыр. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының ұжымы, кеш жарық, мен Қордай ауданынан, есімім Мұхан. Мен бауырларым Ершат, Алғысбек, Нұрданаға сәттілік тілегім келеді, өнерлері өрге жүрсін, және де жанды дауыс Ямахы Корк тобындағы жігіттер атынан жалынды сәлем, тек алға сәттілік дейді. Жанды дауыс Ямахы деген арнайы топ, білесін шығарыстар сіздерде. Бұл топпен таныспыз, жақында Өктем Алтаев ағамыз келген кезде осы топ жайлы ерекше атап өткен болатын, және сол топпен танысу арқылы біз бүгін Нұрдана мен Алғысбекті студиямызға шақырып отырмыз. Ал біз енді Ерекеңнен бастайық әңгімені, осы топтың басшысы ретінде, топтың құрылуы жайлы жігіттерді жеке-жеке таныстырып өтсеңіз, өздері де қазір әңгімеге араласып отырар. Рахмет, ассалаумағалейкум барша қазақ елі, барша ағайындар, Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай? Ең бірінші Нұрдана мен Алғысбек бауырымыз өте талантты, өнеріне дән ризамыз. Иә. Тұма талантты, өздерінің осындай табиғи, өзін Алла тағала берген бір керемет, өте енді мойындауға татитын өнерлері бар. Нұрдана бауырымыз болса, Текелі қаласында тұрады қазіргі таңда. Алғысбек бауырымыз Талдықорған қаласында, Жетісу ауылында тұрады. Мен және сол Талдықорған қаласында тұрамыз. Сол екі бауырымыздың өнерін жаңағы байқаулардан байқадық. Нұрдана бауырымыздың енді Қытай Халық Республикасында тұрған азаматымыз. Сол жақта жүргенде жаңағы қазіргі әлеуметтік желілер арқылы тамаша жаңағы видеоларын көріп тамсанып, ой осы бауырымызды көрсек қой дегенде қазақ еліне де дәм тұзы татып, осы жақта өнерін көрсетіп, бүгін өздеріңіздің осындай тамаша бір Шалқар радиосын сүйіп тыңдаймыз. Осы жерге келіп бүгін сәті түсіп, Өктем Алтаев ағамызға үлкен рахмет айтамыз. Ұстазымыз ол кісі бізді осындай жетеледі. Сосын Ямаха Корк чатындағы бауырларымызға үлкен рахмет. Үшеуіңіз үш жақта жүр екенсіздер, біреуіңіз Текеліде, біреуіңіз жаңағы Талдықорғанның Жетісу ауылында, сіз Талдықорған қаласында. Онлайн сіздерге ыңғайлы болып тұрған шығар қазір бірақ. Онлайн қазір біздің үйде өтеміз, бауырларымыз келеді кешке. Сол қазіргі таңда тыңдармандарымызды жақсы тыңдайды. Сосын Алғысбек пен Нұрдана бауырымыздың 2019 жылы Алматы облысында Талдықорған қаласында үлкен, жаңа 600 адамдық үлкен концерт болған. Оны ұйымдастырушы осы екі бауырымызды жетелеп жүрген продюсер Шұғайып Ақынұлы деген ағамыз бар. Ол кісі үлкен көмек, сол концертті ұйымдастырып, осы екі бауырымызды елге танымал болуына үлкен септігін тигізген ағамыз. Мен музыкалық жаңағы жетекші ретінде екі бауырымызды жетектеп осындай. Тамаша, керемет. Нұрдана мен Алғысбекті Ершат, Шұғайып ағаларымызды қауыштырған өнер болып тұр ғой. Керемет, сіздер үлкен жұмыс жасап жатыр екенсіздер. Әлеуметтік желіде көрермендеріңіз өте көп, өнерлеріңізді тамашалайтын жандар көп екен. Тіпті әлемдегі қазақтарымыз көреді десек артық айтқанымыз емес. Енді Алғысбек бауырымыздан сұрайық, осы домбыраны қалай меңгердің? Жалпы өзің сияқты, өзің замандастарың сияқты кейбір зағип жандардың домбыра үйренуге, басқа аспаптарды үйренуге мүмкіндігі бар ма? Ондай мектептер бар ма? Қалаңызда, ауылыңызда? Негізі бұл өнер деген нәрсе адамға әкенің қанымен ананың сүтімен келеді деп ойлаймын. Жалпы менің әкем өз кезінде айтыскер ақын болған кісі. Кейін мен осы қазақ еліне келген соң Есенқұл Жақыпбеков дейтін кісінің шәкірті болып айтыстарға қатыстым. Содан бері міне. Талант дайындал айтысқа. Домбыраны өзің үйрендің, домбыраны өзім үйрендім. 8 жасымда үйренгем домбыраны. Кейін осы Ямаха деп қой, синтезатор деп қой, соны үйрендім 12 жасымда. Потом қазір гитараны үйреніп отырмыз. Ой, бәрекелді. Нұрдана өзің деші. Ал Нұрдана. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі қасиетті жұма күндеріңіз қабыл болсын. Бүгін мінекей тікелей эфирде өздеріңізбен дидарласып жүздесіп жатқаныма қуаныштымын. Өздеріңіздің дауыстарыңызды естігеніме қуаныштымын. Біз де қуаныштымыз. Рахмет. Енді мен музыкаға кішкене кезімнен бастап кішкентайымнан қызығам десем болады. Ең бірінші домбырадан бастап үйрендім.
Иә. Домбырадан бастап үйреніп, сол өнерге деген сондай бір қызығушылық болды. Одан кейін сол осы Ямаха аспабында үйрендім. Алланың қуатында. Енді өнер деген нәрсе жалпы Алла тағаланың берген бір сыйы деп ойлаймын. Иә. Жігіттер 8 қырлы бір сырлы екен. Өте талантты. Аспапта ойнап әлде үйреніп жатқан аспаптар бар. Енді тыңдарман қосып алып, содан соң әнге кезек берейік, е? Бүгін біздің тыңдаушыларымыз Нұрдана мен Алғысбектің өнерлерін көбірек тыңдасақ, әндерін естісек деп шабыттанып отыр. Осы сәтте кеш жарық деп өзіңізді әуе толқынына қосайық. Рахмет. Сәлеметсіздер. Амансыз ба? Ассалаумағалейкум. Гүлмира апай, қалдарыңыз қалай, жақсы? Жақсы. Мен Қайратпын ғой, Қайрат Бектұрсын. Ай, бәрекелді, Қайрат, амансың ба? Жаңағы Нұрдана мен Ерекеңдерді мұны сіздердің радиода естіп тұратым көпте. Сондай керемет талантты жігіттер. Алла Тағала сол жігіттердің бағын ашсын деп өзім. Иә. Қайрат, жақсы, рахмет. Береке берсін Алла. Мына екі бауырымыздың сондай керемет талантты жігіттер. Өнерлеріңіз үстем болсын. Аман болыңыздар. Шалқар радиосына үлкен табыстар тілеймін. Рахмет. Рахмет. Жолың болсын, иә, көлікте тыңдап бара жатыр. Қаншама тыңдаушыларымыз. Иә, Алматыда ұзын сонар кептеліс бар. Көпшілікті сабырға шақырайық. Әдемі ән тыңдатып, көңіл күйлерін көтерейік. Қалай жігіттер дайынсыздар ма? Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, баршаңызға сәлем. Досымыз Ершат бастаған бауырлардың шығармашылық табысы мол болсын. Аладоп ұжымынан жалынды сәлем деп жатырсыз. Ой, бәрекелді. Аладоп ұжымы. Футболда ойнайсыңдар ма? Менің командамда. Ершаттың тобыма, бәрекелді. Жалпы ер азаматтың жан жақты болғаны жақсы. Ал қандай шығарма, қандай ән орындаймыз? Енді сіздердің құрметтеріңізге орындайтын ән аккорд беріңіз. Мұрат Мұстапаұлы ағамыздың әні «Бір шәугім шай» деген тамаша әнді тартып өтейік, қабыл алып отырыңыздар. Көп рахмет, тамаша. Бір шәугім шайды алдарына алып, шәй ішіп тыңдап отырған жандар, шәйлеріңіз балдай дәмді, тәтті болсын. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Бүгінгі қонақтарымыз Арғын Нұрдана, Дәуен Алғысбек. Әбден аспапты меңгеріп алған екен Нұрдана. Ямахан шағасы. Ал. Бір шәугім шәй бар медау естеріңде, қара шәугім қайнайтын пештеріңде. Қайран анам малынып қара терге, таңертең түс құятын кештеріңде. Қайран анам малынып қара терге, таңертең түс құятын кештеріңде. Қойдың қиы отыны құрғақталған, қара мұржа түтіні будақталған. Таң бозынан тұратын қайран анам, бір шәугім шәй құятын қаймақталған. Таң бозынан тұратын қайран анам, бір шәугім шәй құятын қаймақталған.
қыраттардан су әкеліп құятын бұлақтардан қара шәугім қалдың ау қара құстар қанат қағып өзіңнен жырақтаған қара шәугім қалдың ау қара құстар қанат қағып өзіңнен жырақтаған бір шәугім шай ішейік сырақтары анамызды ешқашан жылатпайық келіп кетіп тұрайық сағынышпен айлар емес қара күндер апталық келіп кетіп тұрайық сағынышпен айлар емес қара күн бір апталық қара мешін құт қонып тұра берсін тамған терін анамның құлатпайы рахмет көп бәрекелді, көп рахмет біздің Қандай бауырларымызға, керемет. Нұрдана Иә. Алғысбек бауырымызға мінекей әдемі әнмен талай жүректі тербеткен сияқты. Себебі біздің 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хаттар келіп жатыр. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының ұжымы кеш жарық жұмыстарыңызға, шығармашылықтарыңызға мол табыс тілейміз. Ершат, Алғысбек, Нұрдана бауырларымыздың өнерімен жақсы таныспыз және бір қалада тұрамыз дейді. Керғұлан тобының жігіттерінен жалынды сәлем жолдап қойсаңыздар, рахмет деген тілегін білдіріпті. Ал мына бір хат, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы деп басталып, Ташкенттен үлкен сәлем айтып отырып, қазағымның музыкалық жолын дамытып жүрген Ершат, Алғысбек, Нұрдана бауырыма тек сәттілік, жұмыстары алға баса берсін. Ямаха Корк шатына үлкен сәлем айтып қалатын Бекжігіт бауырларымыз. Бәрекелді, тамаша. Мінекей қандай ізгі тілектер, лебіздер келіп жатыр. Біздің бағдарламамызда алғаш рет осындай жағдай. Хаттардың толассыз ағылып жатқаны, яғни бұл Арғын Нұрдана мен Дәуен Алғысбектің елге көбірек танымал болуы, иә? Жалпы ән арқылы өмірді сезінеді екенсіңдер. Өмірді көреді екенсіңдер. Бұл сіздерге бір шабыт сыйлайтын сәттер ау деймін, ән айтқан кездер. Нұрдана, Алғысбек. Әрине, ән айтқан кезде жалпы менің түсінігімде жалпы әнге деген сондай бір шабытым ашылады. Көрерменнің алдында, өздеріңіз сияқты халықтың алдында ән айтып тұру біз үшін үлкен қуаныш әрі үлкен бақыт. Жалпы ән айтқан кезде жаныңды жиып айтасың дейді ғой, дәл қазіргі сәтте жанды дауыста ән айтып жатырсың, фонограммаға үйремес сияқтысың. Үйремеспін. Иә. Жанды дауыста айтқан ыңғайлы, иә? Жанды дауыста айтқан рахат өзіме. Тамаша. Енді Алғысбек бауырымыз мінекей домбырамен әдемі әнді де күйді де тартады. Сүйемелдеп жатыр, Сүйемелдеп де жатыр, атсалысып жатыр, бәрекелді. Домбыраны жаныңа серік етіп. Арнау айтып жіберсек қалай қарайсың? Алғысбек, шабыт оянып жатқан жоқ па? Талантқа бір-екі шумақ лақтырып жүрші. Дайын сияқты қай кезде де. Ақындығы бар. Иә, ақын жігіттер, сазгер жігіттер, әнші жігіттер, күйші жігіттер бүгін біздің Шалқар кеш көңілді бағдарламасының сыйлы қонақтары. Ай, бейбіде. Ай, кеттік кәлекей. Шат, Алғысбек. Өлеңнен көргенім жоқ ебім кетіп, жыр бастайын жүктерін жеңілдетіп. Ай! Талды қорған жерінен біз кеп қалдық, Шалқардың Шалқар кешін көңілдетіп. Ай! Ағаларда жатыр ғой сәлем жолдап, бізбенен бұл ортада лебіздесіп. Талантта айтыскер ғой біз білетін, тұрғаным осы боп тұр менің бекіп.
талантты да қасына қосып аптау Гүлмира командасын сезімдетіп сенімдетіп Гүлмира апай айтарым енді сізге бұл талант жеңілсе де берілмедік ақыныңды көрсеңші айтыстырып шалқар кешін айтысқа ой шіркін шерулетіп әрайым ой бәрекелді ой Ершаттай қасымызда ардағымыз нұрланған нұрдана мен жан жағымыз алғыстың осы айтқан теңеуінен қалайық көп сырденді аңғарыңыз сүйінбай бір жандарға жалғас болған талайдың қолы жетпес арманымыз талайлар тыммен сінбей жүргенімен біріміз бір үйдің ой шіркін тарланымыз ай тамаша көрейік ай шап тоқтама батыр бәрекелді ақынның шап десеңдер ашыл алат шабыттансам қонардай басыма бақ қазағыма тілеймін зор денсаулық өмірден айырылмасын ошы ғажап ал тәке айтысуға дайынсың ба інің неге өзіңнен жасын алат бағанадан боп тұрсың жүргізуші айтыскер боп кетенді ой шіркін отыраға ай бәрекелді шап талант не дейміз енді домбыраны алып берейінші домбырамды берші маған домбыраны алып берейінші талант мырзаға кәнекей ойламаған жерден айтыс болайын деп тұр ғой домбыраны берші маған дейсің ау айтысуға келші балам айтысы көп ұзаққа созбаңызшы әйтпесе есіңізді мен шығарам мен жастарға сенем деп мағжан айтқан сондықтан талант-аға сенші маған жастарға жетезұғын жалым болса бойыңда тартынбай ақ ой шіркін келші маған әрайым ой бәлі бәрекелді тамаша керемет домбырасыз айтса алмайсың ба кәнекей беріп жатыр айтыскер ақынға шабыттанып келген екен сол алғысбекке жауап берсін бір ауыз бір шумақпен жауап берейін талант арғынғали бүгін айтыскерлігі есіне түсіп кетті мың алғыс алғысбектей бауырыма ұқсайтын тарпаң мінез табылына ой үшеуің студияға қош келдіңдер басайын келші бер мен бауырыма шалқар кеші көңілді дегеннен соң думаның ұласқандай сауығыңа ой бәлі қош келдің деп бастайын әңгімені ұлттық радио шалқардың ауылына інім кеп отырғанда шалқып қалам ай шап тербеліп көңіл күймен балқып қалам айтыс десе қуанар біздің қазақ қазақта адам жоқ қой әнді ұқпаған алғысбек пен нұрданам келіп отыр оны да тыңдаушы көрермен жан құптаған көкірегі көрмейтін адамдардан осы екі бауырым артық маған ай шіркін ай
Алғысжан ағаңменен ерегеспе. Қол созатын ағаңыз мен емес пе? Ойде. Келе сап төрменікі демесеңші. Қонақ қойдан жуас қой жөн емес пе? Алматы көктем болып тұр өткеше. Сол көктем жанды жырға бөлемес пе? Сен келет деп қайтадан қыс болып кетті. Сол қыста алып келген сен емес пе? Тамаша, керек. Жауап бергісі келіп отыр. Жауап бергісі келіп отыр Алғысбек. Ал Алғысбек кәнекей. Бір-екі шумақпен жауап бер, сосын әндерге кезек берейік. Нұрдана ән айтам деп қоймай жатыр. Дейдің бе, дедің бе, ағаң менен ерегеспе. Ағатай шықпаймын ғой мен емес пе? Сен қысты мен әкелді деп кектенбе. Бұлайша күмәндансаң жөн емес те. Қасыңда Гүлмирадай әпкем отыр. Сіз үшін көктем деген сол емес пе? Не деген бақыт, көктемге теңеліп кеттің ғой. Ай, мың жаса. Ұлдардың ортақ болар өнер елге. Теңейді ақын делім көрегенге. Ой, бәрекелді. Гүлмирадай әпкеміз шақырған соң қайтемін төрменікі демегенде. Ай, бәрекелді. Мың жаса бауырым, көп рахмет. Тамаша. Қадірлі тыңдаушылар. Шабыты шарықтап отқаннан кейін бір ау жауап беріп жатырмын ғой. Әрине, өте дұрыс. Рахмет. Өзіңдей ағасы бар, осындай бауырлар әрине керемет болып жүреді ғой. Гүлмира көктем дегеннен кейін аузына сөз түспей жатыр. Солайса шатасып ойламаған жерден көктем болғаныма қуанып отырмын. Тыңдаушыларымыз байланыста. Саламатсыз ба, кеш жарық. Гүлмира қызым, саламат. Амансыз ба, апа, қалыңыз қалай? Таныдың ба? Таныдым, Нұртай апа. Қайырлы кеш айналайын. Кеш жарық. Мына балаларыма тілек айтайын дедім. Таланттары жақсы екен, өте. Айналайын. Ауылда тұра ма сол? Или осы Алматыда тұра ма? Текеліде тұрады, Талдықорғанда тұрады. Алматыға бүгін қонақ болып келіп отыр. Рахмет, молодец. Ой, өте күшті екен. Бала үйленген болар, үйленген жоқ па әлі? Жайлы бойласыз. Жас жігіттер ғой, апа. Жас жігіттер, балалар ғой. Айналайын, жас. Немерем қатар екен ғой, тойына барамыз, Құдай қаласа. Ал не дейміз, тілек айтайын балаларыма. Рахмет. Айналайын. Ал, айта берейін ба? Айтыңыз, қысқа нұсқа. Кім? Алпыс, Нұрдана немере... Нұрдана Алғысбек бауырларымыз, балаларымыз. Тағы жаныңдағы балалар. Бәріңе айналайын. Өте нелерің жақсы екен. Талантың жақсы екен. Талабыңа нұр жаусын. Таудай талап берсін сендерге. Рахмет, апа. Бармақтай бақ берсін. Әмин, айтқаныңыз келсін, апа. Шат күлкі боп, салқарға салқып келіп тұрыңдар. Рахмет. Рахмет. Біздің Нұртай апамызға әрдайым тілекші болып студиямызға келген қонақтарға дем беріп, қолдау көрсетіп отыратын осындай ақ жаулықты аналарымыз аман болсын. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне толассыз хаттар келіп жатыр сіздерге. Кеш жарық Шалқар радиосының қадірлі ұжымы және қазақ елі. Мен Ершат мырзаға алғыс білдіргім келеді. Алғысбек пен Нұрданадай дарынды азаматтарға қолдау көрсетіп, өнерлерін шыңдауына демеу болып жүргеніне Алла разы болсын. Жігіттердің аларасы биік, өнерлері үстем болғай. Алматы қаласынан сәлем жолдаған тұрақты тыңдаушыларыңыз деген әдемі хат екен. Тағы бір хатты оқи кетейін. Рұқсат болса, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының ұжымы. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Франциядан жалынды сәлем. Тамаша. Ершат бауырым бастаған бауырларыма табыс тілеймін, өнерлері үстем болсын. Сәлеммен ілескен Әлбатырұлы дейді. Ой, амин. Мінекей, шалғайдан осы біздің Шалқар радиосын тыңдап сіздерге тілектес болып жатқан ардақты азаматтар. Және Шалқар радиосы Ершат, Алғысбек, Нұрдана, інілерім, өнерлерін көрген үшін аман болыңдар. Ақсу ауданы Қапал ауылынан жалынды сәлем деген хат бар екен. Тағы да хаттар көп. Біз әдемі Нұрдананың әнінен кейін кезек берейік хаттарға. Стамбулдан да тыңдап жатыр біздің тыңдаушыларымыз. Нұрдана бауырымыз енді күйді күмбірлетіп қазіргі кезде Ямахада өте керемет тартады. Ал аққу күйін осы Ямахамен тартып берсін, қабыл алыңыздар. Нұрғиса тілен дейіп атамыздың аққу күйін орындап берейін, қабыл алып отырыңыздар. Тамаша, кәнекей Нұрдананың орындауында осы керемет туындыны тыңдайық. Қадірлі тыңдаушылар, Шалқар кеші көңілді бағдарламасында бүгін қонақта Арғын, Нұрдана, Дәуен, Алғысбек. Біздің Шалқар радиосының Facebook парақшасынан тамашалай аласыздар.
мүмкіндігінше бірақ радиодан тыңдаған әсерлік болады. Сондықтан да Шалқар радиосын қосып қойыңыздар. Ал кеттік Нұрдана. Бәрекелді құрметтеріңізге. Ай, шіркін-ай. Күйінайды қазағымның қанында, күйінайды қазағымның жанында деген, е? Тамаша. Арғын Нұрдана, Дәуен Алғысбек. Нұрдана керемет синтезатор неке аспабында күйді орындап берді, бізді таңғалдырып жатыр. Әлеуметтік желіде, Инстаграм парақшамда қаншама жандар пікірлерін, лебіздерін айтып жатыр. Жарайсыздар, осы жігіттерге қолдау көрсетіп жатқан сіздерге Алланың нұры жаусын дейді. Я, қаншама керемет, тамаша, өнерлерің өрге жүрсін деген лебіздерін жолдап жатқан көрермен тыңдаушыларымыз көп. Я, біздің де WhatsApp нөмірімізге келіп жатқан хаттар көп. Қайырлы кеш, Шалқар радиосы, Нұрдана Алғысбек, Ерқат ағайларыма алғысым шексіз, Алланың нұры жаусын. Facebook парақшадан боламын, нәзік тамағызы, тұрақты көрермен, тыңдарман деген ниетін білдіріп жатыр. Және қадірлі қымбатты Елордадан бүгінгі Шалқар кеші көңілдегі келіп отқан қонақтарға қош келдіңіздер, өнерлеріңіз өрге жүрсін, сіздерді тыңдап отырын, бәрі әдемі жүріп жатыр. Елордадан Мұрат деп білерсіздер деген хатта келіп жатыр. Осындай мінекей хат көп енді. Нұрдана Алғысбек алға сәлеммен бөлегеннен деп хат жолдап жатыр. Жаңағы Ташкенттен хат жолдаған Өзбекстан клавишниктер атынан сәлем дейді. Және қадірлі қымбатты Жолдасбек
Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан тілектес, ниеттес ағайындарда осы біздің қадірлі қымбатты бүгінгі Нұрдана бауырымызға, Алғысбек бауырымызға сәлем жолдап жатыр. Біздің тұрақты тыңдаушымыз Мәзім Шотанқызы өлең жолдарын арнап жатыр сіздерге. Рахмет. Сәлем өнерлі жігіттер, Нұрдана Ершат, сіздерге Алланың нұры жаусын, көңілдеріңіз шат, бастарыңызға бақ, жолдарыңыз қашанда ақ болсын. Мен бір-екі ауыз өлең жолдарын жазайын дейді. Соған өлеңмен жауап қайырып жіберсе дейді. Енді қазір ары қарай әңгіме кезек береміз, айтып отыратын уақыт аздау. Алғысбек амансың ба ақынным, жарқырап жайнай берсін әр кез күнің даусың. Сенің қандай тамаша еді, қай кезде де қашанда аман жүрші. Талдықорған Текелінің тарландары орындасын қашанда армандары. Жігіттерге жалынды мың бір сәлем. Құдай болсын бұл балалардың қорғандары депті. Осындай хаттар көп енді. Көп рахмет. Енді барша тілек айтып жатқан тыңдаушыларымызға, бізді тыңдап отырған тыңдармандарымызға әсем әннен шашу болсын. Бүгін енді көбірек біз осындай керемет талантты жігіттердің, Нұрдана мен Алғысбектің әндерін насихаттасақ, қайдан тыңдасақ болады, қайдан көрсек болады деген ойларында айтып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Әлеуметтік желі деген жақсы болды қазір. Алғысбек пен Нұрдананың жеке парақшалары Facebook парақшаларында бар. Нұрдана Арғынұлы және Алғысбек Дәуенұлы. Сосын YouTube'та біздің қазақша Ямаха деген арнайы осы тірі өнерді дамыту мақсатында құрылған біздің арнамыз бар. Жаңағы Ямаха көріп чаты бар, жаңа Өктем ағамыз бастаған, ода мықты дарынды ағаларымыз, бауырларымыз бар. Сол біздің осы бауырларымыз өнерін сол YouTube'тағы қазақша Ямаха не болмаса аттарын жазсаңыздар, сол қазақша Ямаха деген арнадан тыңдай аламыз, көре аламыз. Жақсы. Ал кеттік олай болса. Аягөз деген қандай ән орындаймыз? Соны айтыңыздаршы, арманмен бастап. Кәнеке. Кешегі деңшемен, Ершат мырза да клавиш аспаптарда шебер ойнайтын азамат, сондықтан қазір енді сүйемелдейді. Жігіттер ән айтады. Музыкалық продюсер деп бекер айтпайды Ершат мырзаны. Осындай керемет жігіттерге уақыт тауып қолдау көрсетіп жатқаныңызға мың алғыс. Және бізді қалталы, махуатты азаматтар, азаматшалар тыңдап бара жатса, неге осындай таланттарға қолдау көрсетпеске? Неге осы өнерді дамытпасқа? Бұл кісілердің айыбы тек өмірді көрмегені, әйтпесе жүректері бәрін көріп тұр. Ән арқылы, сезіну арқылы, сезім арқылы. Дайындық жасап алыңыздар. Қандасы шығарасаңыз? Шығарасыз, Бәрін сезім тұр. Қанатың әбден талғаныша, қамалды бұзып алғаныша, жарыстан бәрін жеңгенше, бәйгеден озып, арман келгенше.
бұзып алған Vay şirkinay. жарыстан бәрін Vay, vay, vay. жеңгенше бәйгеден озып арман келгенше осы жерден өспеймін жас талабы алыстағы аңсаймыз астананы қош бол құрбыжан дүниенің тұтқасын біз ұстаймыз таяғынан шопанның басталады қош бол құрбыжан қазақтың әбден талғаныша қамалды бұзып алғаныша жарыстан бәрін жеңгенше бәйгеден озып арман келгенше қанатың әбден қалғаныша қамалды бұзып алғаныша жарыстан бәрін жеңгенше бәйгеден озып арман келгенше. Ай сау бол. Дәуен ұлы Алғысбек. Бауырымыз және Ершат мырзаның өзі. Сүйемелдеп отыр, Нұрдана қошемет көрсетіп отыр. Ал жалғай берейік. Уақытымыз да аз қалды. Иә, сондықтан. Олай болса, бәлігі Жамбылның қанша уақыт қалды негізі? Үлгіреміз. Келгенге жететін уақыт бар ма? Біз Нұрдан екеуміз бір ән айтпай аяқтасақ дегенбіз ғой. Кәнекей, дуэт айтыңыздар олай болса. Алған ән. Тамаша. Қазір Жақсы. Өздерін танысып. Шұғайып ақынның сөзіне жазылған менің әнім бой тұмарым деп аталады. Қабыл алыңыздар. Бір көріп қабыл алыңыздар. Тамаша. Қазағымыздың арулары аман болсын. Тек қана сіздердің құрметтеріңізге. Керемет. Шалқар кеші көңілді. Ән көңілдің ажары. Мен сені көп іздедім көктемнің бақтарынан, сен шалқар теңіз бедің толқыны ақтарылған. Шағала көңіліна айдынға құлашырған, аңсадым сені удай, арманым қырасырған. Ақсамалай шуағам, қайтарал ерке құсым, о менің бой тұмарым, жанымның бөлшегісің. О менің бой тұмарым, жанымның бөлшегісің. Сәтте ұмытпадым, сен мені сезе алдың ба, сол тәтті қылықтарың кетпейді ау көз алдымда. Қырталар тізбегінен барады дала көші, өзіңді іздедім мен, сағыныш самал есіп. Ақсамалай шуағым,
Qaytoral erke qusum, o mening boytumarım, canımın bölşegisin. O mening boytumarım, canımın bölşegisin. Aksamalay şuağım, qaytoral erke qusum, o mening boytumarım, canımın bölşegisin. O mening boytumarım, canımın bölşegisin. O mening boytumarım, canımın bölşegisin. Qanday әсерлән. Бәрекелді. Әдемі екен. Мына қалай жарыққа шықпай жүр, а? Шұғайып ақын. Шұғайып ақын. Ән Дәуенұлы Алғысбектікі. Жалғай түсейік кәнекей. Келесі орындайтын әніміз қандай тамаша, біздің тыңдаушыларымыз да келсет деп ойлаймыз бүгінгі. Біздің уақыт аяқталып келе жатыр, сондықтан тағы бір әдемі ән хабарымыздағы тыңдаушыларымызға мүмкіндік берейік. Әрине. Бұл әнді негізі қазіргі таңда Өмірқұл Айниязов ағамыз орындап жүр. Ал келесі тыңдайтын әндеріңіз осы біздің музыкалық продюсеріміз Ершат Болаттың әніне жазылған Салтанат Құмарханұлының сөзіне жазылған Қазақ елі деген тамаша әнді тартып өтейік. Қабыл алыңыздар, қазақ елі аман болсын. Керемет. Осындай жанымызды жадырататын әндердің көп болғанын қалаймыз. Жігіттер, көбірек ән шығарсаңыздар, сіздерден табуға болады екен. Осы әндердің насихатталуын да бір жолға қою керек. Қазақ елі аман болсын. Қазақстан ұлы далам, қалдырған мұны бабам, қашанда қадіріңді жаныммен ұғын алам. Желбірек көк байрағы, көрсеткен көк қайбары, арманға жетелейді, жігерің шоқтай жалын. Көркіңе қайран қалам, қошағын жайған далам, қойныңда берекелер, шаттанып сайрандаған. Көркіңе қайран қалам, қошағын жайған далам, қойныңда берекелер, шаттанып сайрандаған. Сыйлаған жаратқаным едіме ғажаптарын, шүкірлігерлерім бар, ойлаған алашқамын. Жастарым жалын атқан, біліммен бағын ашқан, тәуелсіз бақыт келміз, арайда қаңы атқан. Көркіңе қайран қалам, қошағын жайған далам, қойныңда берекелер, шаттанып сайрандаған. Көркіңе қайран қалам, қошағын жайған далам, қойныңда берекелер, шаттанып сайрандаған. Қойныңда берекелер, шаттанып сайрандаған.
Ой, бәрекелді, тамаша. аман болсын. Бір ән айтуға мүмкіндік бар, бір ән айтуға. Бізге бүгін қонақта. Иә, Арғын Нұрдана, Дәуен Алғысбек қонақта керемет сондай бір көңіл күйімізді көтеріп жатыр. Жылы сөздер, жылы лебіздер, ақбаталар, тілектер молынан келіп жатыр. Жан-жақтан хаттар жазып жатыр. Кәнекей, бұлай болса. Синтезатормен күй ойнағанды бұған дейін көрмеп едім. Тамаша, рахмет сіздерге деген хаттар келді. Тамаша. Қандай әнін жібереміз? Өзінің жазған әже деген. Қазір бәрекелді біздің Нұрдана бауырымыздың сіздерге көбірек мүмкіндік берейік. Әнде сөзде өзіңдікі, иә? Иә, олай болса, сіздердің құрметтеріңізге бір ән орындап берейін. Енді мынау қазақта бір жақсы сөз бар, жүректен шыққан нәрсе жүрекке жетеді деп. Иә. Менің келесі орындайтын әнім Асыл әже деген ән, сөзін жазған Сәния Смағұлқызы деген әпекеміз. Ой, бәрекелді. Музыкасы өзімдікі. Асыл әже деген ән. Арғын Нұрдананың әнін тыңдаймыз. Әжелердің құрметіне шырқалады. Әжелеріміз аман болсын. Иә. Керемет. Өнерлерің өрлей берсін, өмірлерің төрлей берсін. Рахмет. Осындай жанымызды жадыратқан әсем әндерің Алла қаласа Шалқар радиосының алтын қорынан орын алып, біздің арнамыз арқылы халқымызға жете берсін. Рахмет. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге тарту етейін. Қабыл жылдар ізі көрінген маңдайыңна, ғасыр үні төгілген таңдайыңна, бүршігіңмен әже жан, жайқалып өскен баурайыңа, бүршігіңмен әже жан, жайқалып өскен баурайыңа, асыл әженімсің, алып қормал тауымсың, теңдесі жоқ мейірімің, қай ғаламнан табылсың. Асыл әженімсің, алып қормал тауымсың, теңдесі жоқ мейірімің, қай ғаламнан табылсың. Білетін барша адамзат кереметі, құдіретті әже деген еренесің, табиғаттың асылына, әжесін кімдер тең емесін, табиғаттың асылына, әжесін кімдер тең емесін. Асыл әженімсің, алып қормал тауымсың, теңдесі жоқ мейірімің. Құрметті достар, Шалқар радиосында Шалқар кешкі көңілді бағдарламасы осымен аяқталды. Бағдарламамызды бізбен туған Талғали, Гүлмира Нәлібай, Бұғыз режиссерлары Ерқат Қуанышұлы, Қасен және Татьяна Жукко. Кештеріңіз көңілді болсын. Арғын Нұрдана, Дәуен Алғысбек, Ершат Болатұлына Алла разы болсын. Алысқа сапар шегет жолдары болсын. Рахмет. Тамаша. Үлгердік.